Ары қарай үшінші есепті жалғастырайық. Бұл жерде квадраттық теңдеу. Теңдеудің ең кіші түбірін табыңыз. Яғни дискриминантын табамыз. Осы жерде дискриминанттың мәні 8-дің квадраты 64. Азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген 5, ол бізде 60. Тең 4-ке. Одан түбірін алатын болсақ, плюс минус 2 шығады. Так, түбірлерін табатын болсақ, x1 және x2. Минус 8 формулада минусы бар, плюс болып келеді. Плюс минус 2 бөлімінде 3 көбейтілген 6. Осы жерде біз 10-ды 2-ге бөлеміз. 3-5. Ол дегеніміз 1/3-2. Так, мына жерде 8 азайту 2, 6, 6-ны 2 бөлеміз 1. Бізге сұрақтар ең кіші бүтін шешімін табыңыз. Ол 1-ге тең. Так, келесі функцияның алты облысын табыңыз. Яғни бөлімін біз тең емес 0 деп қарастырып жүреміз шешуде. Тең емес 0. Сонда x тең емес болады 2-ге. Так, яғни ол бізде всегда жай жақша болады. Мына бірінші ответ келмейді, мына 3 келмейді, мынау келмейді. 0 деген түпті жоқ мұны жерде. Яғни да ответ шығады. Яғни минус шексіздіктен 2-ге дейін болады бізде. Яғни бірігуі 2-ден бастап плюс шексіздік. Ол бізде Т варианты. Яғни әрқашан 0-ге тең емес деп қарастырамыз бөлімін. Сосын минус шексіздіктен сол санға дейін. Сол саннан плюс шексіздікке дейін шығады. Бұның жауабы да.